Сәлеметсіз бе? Біздің дүкенімізге қош келдіңіз. Бізде өте көп ойыншық көп. Сізге балаңызға ма, или қонаққа ма? Бізде хаги-ваги деген ойыншық бар. Бүкіл бала қызығады осы ойыншыққа. Оның розовый бар, кешмеші деп аталады. Тарақ, қыздарға арналған жүректің фигурасы, қанаты бар. Шашты тарауға өте ыңғайлылық береді. Сізге тарақтар ұнайды ма? Шашқа өте пайда береді. Осындай түрі де бар екен. Әртүрлі түс. Бұл бізде түрлі түсті. Бұл бізде көк. Екінші ойыншығымыз қоян. Қазір біздің жылымыз қоян жылы. Қыздарға арналған ойыншық, көйлегі бар, әдемі. Бәрімізге қоян ұнайды. Сізге қоян ұнайды ма? Маған өте ұнайды, шеп-шекімді. Келесі Тедди. Маған ұнайды Тедди. Өте жұмсақ. Қызыл жемпірі бар. Бұның түсі сор. Міне, сор түсі бар. Келесі ойыншығымыз машина. Ұлдарға арналған ойыншық. Осындай қызыл сары түсі. Сәл ақ түсі бар. Ұлдарға арналған машина. Дауысы өте керемет. Сізде ұл бар ма? Келесі ойыншық шылдырмақ. Бұның фигурасы краб. Өте кішкентай бөбелерге арналған бір жасар. Жерлерін тістеуге болады. Тістері бар кішкентай ұлдарға, болмаса қыздарға. Міне қызыл, сары, көк түсі бар екен. Өте зор шылдырмақ. Ішінде міне. Бізде ең соңғы ойыншық, біздің жаңағы сұр түсі Теддиден үлкенірек, әппақ. Жақты жүрегі бар. Әппақ маған өте ұнайды. Бұл балаңызға сыйлауға болады. Қоңыр түс. Міне өте үлкен. Бір жасар балаға ұқсайды. Міне. Өте тоже жұмсақ. Мына жерде сыратын әсер бар. Келесі ойыншық құлыншақ. Дауысы бар. Осындай дауысты береді. Кім мағынасын біледі, и сол мағынасын ойлап тапсын. Бұл құлыншақ аттың баласы. Біз қазақтар атты өте ұнатамыз. Оның сүті бар. Сүтінің аты қымыз. Қымыз сәл қышқылдау болады, бірақ біз қазақтар оны өте ұнатамыз. Сізге қай ойыншық ұнады? Қоян ба? Қоян жылы құтты болсын сізге. Жаңа жылыңыз бен. Мені өте әдемі көйлек киіп алған. Сау болыңыз, тағы да келіп тұрыңыз. Дүкеніміз ұнаса, онда көп келіп тұра беріңіз.